Келіннің жауы ене. Бұл сөзді неге сонша көп айтамыз? Себебі біздің қоғамда әлі күнге дейін келінге тыныштық бермейтін, өмірін қадағалаумен өткізетін қатал енелер бар. Бүгін мен сіздерге дәл осындай оқиғаны баяндап беретін боламын. Айгүл 23 жастағы қарапайым қыз. Ол тұрмысқа шыққанда енді менің өз отбасым болады, бірге күліп, бірге бақытты боламыз деп ойлады. Жолдасы да жақсы, өзі де мәдениетті. Бірақ оның бақытты күндері ұзаққа созылмады. Себебі үйде олардан бұрын бас әйел бар еді, оның енесі. Айгүл түсінбеді, неге ене оған үй шаруасын істеткен сайын түзеп, сынап отырады. Неге келіннің әр қадамын бағлап, әр әрекетін шолып тұрады. Бір күні енесі тіпті былай деді: «Біздің үйге келін болып түстің бе? Менің тәртібіме бағын». Сол кезде Айгүл алғаш рет өзін келін емес, қызметші сияқты сезінді. Көп адам ойлайды, ене неге келінге тыныштық бермейді? Шындық мынада: көп енелер өз билігін жоғалтқысы келмейді. Олар үшін келін өз үйіне келген бөтен адам. Бұрын бәрі мен істейтінмін. Менің балам тек мені тыңдайтын. Бұл қыз менің орнымды тартып алады. Міне осы ойлар ененің санасына берік сіңіп қалған. Кейбір енелер келінді бақылап жүруді өз билігін сақтаудың жолы деп көреді. Ал шын мәнінде оларда бір кездер келін болғанын ұмытып кеткен. Айгүлдің енесі оны ұнатпай қойды. Тамақты дұрыс істемеді, үйді таза ұстамады, ұлымды бағып жүре алмайды деп күніге сынайтын. Күйеуі анасын сыйлайды, бірақ әйелінің жаны ауырып жүргенін көре алмайды. Таңертең Айгүл еден жуып жатса, енесі артына қарап, сен сияқты келінді қайдан таптық деп кекететін. Ең ауыр сөз енесі келінін өз баласынан төмен қойып, әрдайым менің балам жоқ кезде сен ештеңеге тұрмайсың дегені еді. Бұл Айгүлдің жүрегін жаралады. Айгүл кетіп қалғысы келді, бірақ күйеуін қимады. Бір күні ол енесіне ашық айтты: «Апа, мен сіздің жауыңыз емеспін. Мен сіздің балаңызды жақсы көретін әйелмін. Бірақ мен де адаммын, мен де тыныштыққа лайықпын». Бұл сөз ененің жанын түршіктірді. Мүмкін бірінші рет келіннің де жүрегі бар екенін сезді. Бұл оқиға әлі жалғасып келеді. Бір нәрсе анық: ене мен келін табиғи жау емес. Жау түсінбеушілік, жау билікке талас, жау сөздің ауырлығы. Ал махаббат бар жерде ғана тыныштық орнайды. Сізде ене келін туралы қандай тәжірибе бар? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз. Видео ұнаса лайк басып, және каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар достар. Келесі видеоларда кездескенше.